Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Бүгінгі сабақ ноутбукты үйрену. Мына ноутбуктың алғашқы беті рабочий стол дейміз. Ноутбуктың бетінде осында папкалер, әртүрлі папкалер тұрады, файлдарда. Мына мой компьютер деген, этот компьютер деген мына жерде С дискісінде компьютердің өзінің жаңа программалары тұрады мына жерде. Ішінде рабочий стол бәрі мыналардың барлығы тұрған мына локальный дискісі да тұрады. Локальный диск Д деген, яғни ол бос флешка үлкен, яғни өзінің материалдарында осында сақтап қойсаңыз болады. Егер компьютер бір жағдайда болса, бірдеңе болып қалатын болса, локальный дискте тұрған заттар өшірілмей қалады, ал локальный сыдағы кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан өздеріңіздің материалдарыңызды рабочий столдың бетінде емес, өздеріңіз локальный Д дискіге сақтаған жақсы. Енді міне қараңыздар, рабочий столдың бетіне оң жағын басып, мышканың оң жағын басып создать деп бір папка құрып аламыз. Мысалы, папка мектепке байланысты да, номер 5 мектеп дейді. Мектеп. Енді мынаны басқан кезде жазып болғаннан кейін Enter'ді басып, тағы бассаңыз, ашылады осылай папка. Ашудың бірнеше түрі бар. Қандай папка болсын, Word болсын, қандай да Excel болсын, ашылуы осылай. Бірінші түрі ашылуы Excel, екінші открыть деп ашып қояды, оң жағын басып мышканы. Үшіншіден мышканы әкелеміз, сол жағын 2 рет жылдам басамыз. 1, 2. Не, осылай да ашуға. Папканы ішін ашқаннан кейін өзімізге папкадан жаңағы файлдарды жасайтын документтерді құрамыз. Бізге қазір документ Microsoft деген документ керек болады. Өстіп құрамыз. Мысалы, создатты Excel болса, Excelді құрамыз. Оң жағын басамыз мышканың, создатты көреміз, ұзынан стрелкаға қарай өтіп, астынан жаңағы істейміз. Папканың ішіне папка создать ететін болсаңыз, онда жазыңыз. Атын жазып қоюға болады. Осылай. Сосын мына жерде қараймыз. Мына жер үстіңгі жағында, мысалы, файл деген бар. Файл. Потом главное қараңғы. Мысалы, мой документті копировать етіп алуға. Копировать еткенде мына жерде главное бөлімде копировать деп тұрады. Басамыз, сосын мышканың оң жағын басып, вставить қоямыз. Или копироваттың түрі былай нәрсе. Мынаны Word'та оң жағын басамыз, копировать деп таңдаймыз, сосын вставить деп қоямыз. Мына жерде вставить, мына жерде сосын вырезать етуге болады. Вырезать болғанда вырезать етеміз, мысалы басқа жерге қоямыз. Вырезать оң жағын басамыз, вырезать етеміз, мына ішіне қайтадан қойсақ та болады. Көрдіңіздер? Сөйтіп орындарын ауыстырамыз. Удалить дегенде, удалить болғанда мына удалить кнопкасын басуға болады. Оң жағын баса отменить удаление, немесе удаление документті белгілеп алып, удаление оң жағын баса удалитті таңдайтын боламыз. Новый папка хорошо, новый папка былайынан да мына жерден де құруға да болады. Әртүрлі өздеріңіз қарайсыздар. Егер барлығын выделить еткіңіз келсе, өстіп выделить етуге болады. Енді поделиться. Поделиться. Ветті қараймыз. Мына вет қазір таблица имя, дата изменения, тип, размер беріп тұрады. Мына жерде барған кезде мышкан плюс шығады, міне стрелка. Былай жүруге болады. Жаңағы ашуға болады да әртүрлі. Енді обычный бассақ осылай тұрады. Содержимое басқанда осылай тұрады. Списокты осылай тұрады. Крупный, плитка, мелкие значки, огромный. Осы
Сосын мына жердегі документтерді ашып қарап алуға болады. Мысалы мына жерде отырмыз, бізге мысалы загрузка керек, загрузка басамыз, керек мәліметті мысалы мынаны вырезать етіп назад назадты барамын, бесінші мектептегі алып келдім да вставить еттім, выставить. Это рабочий столдағы мой компьютердегі документтермен алдын ала осылай жұмысты жасай алатын боламыз. Міне осылай бүгінгі тақырып осы. Осыны бірнеше рет қайталаңыздар. Сосын қолдарыңыз жаттығатын болады. Сау саламатта болыңыздар.